Облыстық қоғамдық даму басқармасы мен Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің ұйымдастыруымен Достық үйі ғимаратында 20 ғасырдың басындағы саяси қуғын-сүргін зерттелуі және өзекті мәселелері тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. 20 ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін зобалаңы халқымыздың тарихындағы қасіретті кезеңде орын алған саяси оқиғалар тек қазақ халқына ғана емес, миллиондаған кеңес азаматтарын құрбан етті. Бұл қасірет сыр жұртшылығында айналып өткен жоқ. Қолда бар мәліметтерге қарағанда, тоталитарлық жүйе жүргізген саясат салдарынан облыс бойынша 4038 отбасы қуғынға ұшырап, 1153 адам атылған екен. Қазақстанның өзінен 1992 жылы құрылған парламенттік комиссияның қорытындысы бойынша 1931-33 жылдары ашаршылықтан қырылған қазақ халқының саны 2.300.000 адам делінді. Этнос өкілдерінің саны 200.000 адамды құраған. Сонымен қатар осындай үлкен тарихи оқиға тәуелсіздікке дейін жабық болып келгенін, тек тәуелсіздік алуымызбен ақтаңдақ тұстардың жауабын іздеуге кіріскенін айта келе, мемлекеттік деңгейде атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтті. Жыл сайын қуғын-сүргін құрбандарының күнін атап өтіп жатырмыз. Бұл дәстүрге енді, бұл өте дұрыс нәрсе. Не себептен? Өткен себепті екінші ондай болдырмас үшін. Біздің қазақ қоғамына бұл өте өзекті, әртүрлі себептермен. Ал енді біз бұдан қандай сабақ алуымыз керек? Ең бірінші кезекте біз бұдан мынау азаматтық сана сезімімізді жетілдіру бағытында пайдалануымыз керек. Қазақ қоғамына азаматтық сезімі өте әлсіз қоғам. Сондықтан осы тарихи материалдарды біз жаңағы азаматтық сезімнің оянуына, соны нығайтуға қызмет етуіміз керек.